Ақтөбе облысында Қосестек ауылы бар. Аңыз бойынша ол жерде башқұрттар тұрған деседі. Бірақ негізінде башқұрттар қазақтардың ішінде сіңісіп кеткендер бар ма екен? Бұл туралы Жақсылық Сәбитов қазақ естектері туралы еңбегі бар. Ол жерде естек кете туралы әңгіме қозғайды. Әлімұлы Ағылшын ішіндегі кете руының Ақкете тайпасында естек кете деген ру бар. Атауы бойынша бірнеше аңыздар бар. Бірінші аңыз бойынша қамқорсыз қалған үш естектер Ақкете тайпасында Әжібәйдің қамқорына алынады, өсіп өніп ұрпақ қалдырады. Екінші аңыз бойынша 5 башқұрт жауынгері Әжібәйге қызметке келеді. Үшеуі лақап ат алады. Балта естек өзінің жорықта балтаны қолданғаны үшін, сары естек өзінің келбетіне, ал жаман естек өзінің көріксіз бет келбетіне лақап ат алады. Ал қалған екеуі өкінішке орай ұрпақсыз қалған. Үшінші аңыз бойынша Балта батыр Салауат Юлайұлының серігі деседі, ал Әжібәйге досы болады. Башқұрт көтерілісі жеңіліске ұшыраған соң Салауат Юлайұлының ағалары Балта, Сары, Сабыр қазаққа көшеді. Қасына жолдасы башқұрт жауынгері болған. Және сол башқұрт жауынгері қазаққа келген соң өлтірген жаудың басын көрсеткен. Сол үшін жаман естек деген лақап ат алады. Төртінші аңыз бойынша естек кете негізінде ата-тегі қазақ болған. Сәмеке ханмен аттанған қазақ жауынгерлері башқұрт елінен қайтқан соң естек кете деген лақап ат алады. Ал марқұм Ақселеу Сейдімбектің пайымдауынша 5 естек негізінде башқұрт, толығымен башқұрт болмаған. Екеуі қазақ, біреуі ноғай, біреуі түрікпен, біреуі башқұрт болған. Жаман естектің ата-тегі ноғай болып, ал Балта мен Сарының ата-тегі Қаракесек, Арғын деседі. Толық еңбегін сілтеме астында оқи аласыздар.